Ал егерде арам жолмен табылса, ол құмарлық. Жеңіл жолмен табылса, ол құмарлық. Малдың өзіне байланысты шеңбері бар. Алла Тағала сол шеңберлерді сынақ қылған, имтихан қылған. Біздің жанымызды бұзылып кетпес үшін. Егер одан шығатын болсақ, біз бұзылып кетеміз. Сол секілді жаңа тұлпар көлік мәселелерінде де. Бір өзіңізге жеткілікті бір көлік сатып алсаңыз, сосын туысқандарыңызға көмектесе алсаңыз, мысалы, бұл жерде ешқандай жаңағыдай нәрсе жоқ. Егер де тек бір үлкен көлік тауып алып, ешбір туысқаныңа көмектеспесең, ештеңеге көмектеспесең дегендей жаңағы. Сол машинаға қайта-қайта бүйтіп қарай беретін болсаң, ол құмарлық. Алайда ол көлік сіздікі болса егер, сіз оныкі емес, ол жерде ешқандай құмарлық жоқ. Қандай қымбат болса да. Сіздікі болса, көршіңіз сұраса да, теуіп келіңіз, дей алсаңыз. Сараңдық болмаған жерде, қайырымдылық, сондай жомарттық болған жерлерде малмен байланысты сізде проблема жоқ деген сөз да. Ал егер сараңдық болса, ол үшін біреумен ұрсуға дайын тұрсаң, сондай туысқандық қарым-қатынасты үзе салуға дайын тұрған болсаң, онда ол құмарлықтың, шахауаттың адамы болып саналады да. Не сөйтіп, осы нәрселер бізге сүйкімді көрсетілген нәрсе жанымызға. Шеңберінен шықпасақ, онда біз Алланың тәртібімен өмір сүріп жатырмыз. Сосын Алла Тағала осы аталған нәрселерді атады ғой жаңа. Әйелдер, балалар, алтын күмістер, тұлпарлар, төрттілік мал, егіндер деген нәрсені атады да, сосын мына сөзбен қорытындылады. Кім жақсырақ біледі жалпы? Бір нәрсені үйретіп отқанда. Алла Тағала жақсырақ біледі. Алла Тағала бізге айтады. Залика матаул хаяти дуния. Бұл деген дүние тіршілігінің қызығы ғана ғой дейді жаңағының бәрі. Валлаху индаху хуснул мааб. Ал енді Аллах Тағалаға келсек, Алланың қасында ғой дейді, ең жақсы қайту. Ертең барған кезіңдегі берілетін нәрсе.